Danışpan bala. Қоян мен тасбақа ертегісі. Ертеде әдемі жасыл орманда көптеген жануарлар өмір сүріпті. Солардың ішінде өте жылдам, бірақ мақтаншақ қоян бар еді. Бір күні қоян баяу келе жатқан тасбақаны көріп, мақтанғысы келді. Сен ешқашан мені қуып жете алмайсың, тасбақа. Мүмкін, бірақ көру керек. Онда жарысып көрейік. Жарайды. Осылай олар жарысты бастауға дайындалды. Ормандағы жануарлар барлығын бақылап отыратын болды. Жарыс басталар алдында жануарлар санауды бастады. 1, 2, 3. Басталды. Жарыс басталды және қоян бірден алға ұмтылды. Міне, мен ең жылдаммын. Баяу болсам да, тоқтамай жүре беремін. Мені ешкім қуып жете алмайды. Тым сенімді болма, бәрі әлі алда. Онда менің жылдамдығымды көр. Қоян шапшаңдығын көрсетіп, мақтануға басты. Қоян алыстап кетіп, іші бысып артқа қайтадан келіп жүреді. Тасбақаға мақтанумен әлек. Маған жету қайда деймін саған, тасбақа? Босқа шаршама. Оны алда көреміз. Қоян тағы да бар күшімен жүгіріп кетеді. Ой, тасбақа алыста қалды. Мында жетем дегенше қай заман? Bir демалып алайын. Қоян демалуға жатып, ұйықтап қалады. Тасбақа тоқтамай жүріп, ұйықтап жатқан қоянның жанынан өтеді. Ой, тасбақа менен озып кеткен бе? Қоян оянып тасбақаның алда кеткенін көреді. Мен оны қайтсем де қуып жетуім керек. Қап, тасбақаны қуып жету мүмкін емес. Тасбақа тоқтамай жүріп, жарыста жеңіске жетті. Жарайсың, тасбақа. Керемет жүгірдің. Нағыз жеңіс. Қоян кешігіп келіп, жеңісті тасбақа алғанын түсінді. Мен тым мақтаншақ болдым. Кешір, тасбақа. Қоян қателігін түсініп тұрды. Ештеңе етпейді, қоян. Мені сабыр мен табандылық жеңіске жеткізді. Бұл ертегі бізге сабыр мен табандылықтың жеңіске жеткізетінін, өзгелерді өзіңнен кем санамауды және мақтанбауды үйретеді. Сендерге ертегі ұнады ма? Тағы да қызықты ертегілер тыңдағың келсе, біздің каналға жазылып, бізбен бірге бол.